өзіңізде есіңізде ма жаңағы Шымкентте сұрап ғой бізге заводты көрсетіңіздерші деп. Ел, міне заводты сіздерге көрсетіп жатырмыз. Мынау уже өндіріс. Бұл уже өндіріске кетеді. Мынау нефт. Мұнай. Мұнай. Қап-қара. Иә. Басында мынандай қап-қара болып жерді ластап жатқан мұнай. Енді мынандай болып шықты. Барлығын микроорганизм расщепляет. Ол жай сөз емес. Кәдімгі іс. Иә. Соның бәрін шығарып жатқан осы қыздар. Бұл сіздердің мекеменің экологияға қосып жатқан үлесі. Үлкен үлес. Американский автоматический реактор. Называется ферментер. Воду добавили. Воду добавили, те же Космонавттар сөйтеді ғой. Тамақ мынандайды алады да, салып жібереді де қайтадан жей береді. Дәл сол сияқты анау микробтар оянып кетеді да. Они спят, они как мамонты. Спят. Замерзли. Да, замерзли. Ана фундаментальный институт ана жақты көрдің ғой? Иә. Негізгі базада. Негізгі сол жерде фундаментальный. Сол фундаментальный деген бүкіл штаммаларды бөліп алады, соның ғылымын тексереді, оның кәдімгі қандай әсері болады, барлығын терең зерттеу сол жақта. Лабораториялар ғой? Лабораториялар и механизмі қалай әсер етеді, қай штамм, қай препарат, қай жерге қалай, соны әбден тексеріп болғаннан кейін штаммını осы жаққа жібереді. Мынау уже өндіріс. Бұл уже өндіріске кетеді. Өндіріске кетердің алдында бұл жерде штаммını тағы тексереді бұлар. Производствоға қалай әсер етеді, қалай ол өседі, қалай өнеді, қалай, значит, движение, мына технологический процесс, регламент деген бар. Осы жерде бәрі разработка жасайды. Біз енді қайда кірейін деп тұрмыз? Мынау? Иә, міне. Мынау нефт. Мұнай. Мынау мұнайдың бірнеше түрі ғой? Мынау Құмкөл, Қызылорда, мынау Байсыныс, Ненікі, мынау Құлсары, Қосшағыл, мынау қайсысы? Жаңаталап деп тұр. Жаңаталап, осылардың барлығы. Қараңыз, біздегі мұнайлар барлығы әртүрлі ма? Әртүрлі. Оның әр неге байланысты ол? Оның составына байланысты. Кейбіреуінде парафин көп, кейбіреуінде несі көп, басқасы көп дегендей. Кейбіреуінде жаңағы анау несінің барлығы қоюлау шығады, кейбіреу житкелау шығады, білдіңіз бе? Составтары әрқайсының әртүрлі. Қазақстанның әртүрлі мұнайы әртүрлі, иә? Не только анау, не Атырау мен Маңғыстау екеуі ол емес. Кейбір скважинаның өзінің арасында шығып жатқан. Сондықтан әр жерге, мысалы мына Құмкөл нефтінің тазалау үшін Байсынастың, значит, мынау несіменен Құлсарынікі біз штаммысы басқа. Сіз түсініп отырсыз ба? Менің сұрағым, сіздердің өндірістеріңіз, сіздердің лабораторияңыз сонда мұнай саласына не ұсынып жатсыздар? Тазалау. Нені тазалау? Мысалы, мұнайды өндіріп жатқан кезде, скважина білесің. Скважина шыққан кезде жан-жағын топырақтың барлығын мұнай шашылады. Экологиялық мәселе. Экология мәселе. Топырақ өзінде құнары төмен топырақтың барлығын мұнайдың жаңағы қалдықтары шашылады. Онан кейін мына Атырау. Атырауға дейін ана скважиналарда бір 15-20 скважинада емкіс болады. Бірнеше тонналық. Жердің астына неге қойып қояды да, соған олар жинайды. Қойма. Содан алады да трубаменен Атырауға қарай тартады. Тартып бара жатқанда трубалардың талай жарылады, талай кетті. Топырақ ластанады. 5 гектар, 10 гектар жерлер қара лай сияқты тұрады. Оның барлығы иісі шығады, оның барлығының жаңағы өзің білесің. Қоршаған ортаға зиян. Зиян, топыраққа да зиян, өсімдікке де жануарыңда бәрі. Оны не істеу керек? Сосын барады экологтар бар, оларға штраф салады жаңағы. Штраф салып қана қоймайды, оны ары қарай тазалату керек. Тазалап, первоначально қалпына келтіру керек. Өндірістеріңіз, лабораторияңыз экологиялық мәселені шешеді, жаңағы ластанған жерді, соны тазалау. Биологиялық жолмен тазалау. Бұл әлемде сөйте ма? Әлемде қазір енді топырақта жатқан нәрсені химиялық жолмен ештеңе жасай алмайсың. Физикалық жолмен оны апарып анау басқа давлениемен бірдеңе жасай алмайсың. Жуамайсың, шаямайсың. Шаямайсың оны ешқандай. Оның баяғыда мен бір көргенім ана топырақтың қабатын сырып алып бірдеңе жасап
енді оны апарып басқа жерге төккенменен ол бәрібір оның топырағының беткі қабатының жаңа плодородный қабатының барлығы кеткеннен кейін ол жерде ештеңе өспейді. Бітті ғой, топырақты қойды. Сондықтан мына табиғатқа, табиғаттың өзінің жағдайына қарай бейімделіп, сол жатқан жерінде тазалау керек. Ол үшін қалай? Мысалы, мына нефтінің өзінің құрамында да мен сізге айтайын. Мына мұнайдың ішінде. Мына мұнайдың ішінде де микроорганизмдер болады. Осы мұнай микроорганизмдерден тұрады. Жоқ, тұрған емес, енді түгел одан тұрмайды ғой, химиялық составы көп. Осыған приживать ететін микроорганизмдер де бар. Көрдіңіз ба? Сондықтан мына Атырау болсын, Қызылордасы болсын, Оралы болсын, мына нефті шығып жатқан жерлерде обязательно топырақтарда мына мұнайды как тамақ есебінде пайдаланатын, қорек есебінде пайдаланатын микроорганизмдер іздейді. Сіздер сондай бактерия тауып алдыңыздар ма? Сондай бактерияны, сондай бактерия бар табиғатта. Топырақта да бар ол. Мына ненің орнында да бар. Соның ішіндегі қайсысы жақсы жейді, қайсысы жаңағы осыны жейді деген сөз мынаны разрушение кетеді. Мына өз қимылы. Майынан, зиянын. 2-3 айдың ішінде солай ма? 2 ай, 2,5 айдың ішінде сол жатқан топырақтағы қап-қара болып жатқан мұнайды ыдыратады. Мына жерде көрсете аласыз ба? Қалай процесі қалай екен? Мына процесс бастапқы кезде мынау тұр. Мынау бірінші? Мынау жаңағы жаман кезі. Мынау мұнай мен топырақ бәрі араласып жатыр. Енді қап-қара, міне? Қап-қара. Қараңыздар. Қап-қара, міне. Қап-қара. Енді мынау кешіріңіз, мынау мұнай болып тұрды ма? Мұнай болып тұрды ғой, көрдіңіз бе? Анау сияқылды қап-қара мұнай болып тұрды ма? Енді қараңыз. 2 айдан кейін мынандай болып шығады. Бітті. Тәкс, ағарды. Болды. Керемет. Түбінде асадық. Жоқ, асадық ол не ғой, бұрынғыдан қалған асадық ғой. Міне, тап-таза болып шығады. Біз то есть басында мынандай қап-қара болып жерді ластап жатқан мұнай. Енді мынандай болып шығады. Бұлай химиялық составы қалай өзгереді екен сонда? Полностью разрушается. Разрушение. Ана бүкіл фенольный нелер, соединениелер бар ғой, әртүрлі ароматический соединение. Оның әрқайсының составы әртүрлі. Но бірақ барлығын микроорганизм расщепляет. Бұлай ыдыратып жібереді. Ыдыратады да, органиканың өзін білесің ғой, содан кейін оған кетеді, ешқандай ештеңе қалмайды. Әне экологиялық шешім. Мінекей. Табиғи шешім. Органикалық шешім. 2 ай, 2,5 айдың ішінде болатын дүние. Тух. Қараңызшы. Сіздер бұны жасағандарыңызға қанша болды? 10 жылдан асты ма? Бұрын қалай еді? Бұрын бұны қалай тазалаушы еді? Жоқ, бұрын 30 жылдай болды осындай немен айналысып жатыр. Препараттар. Жеке бұның өзі 15 жыл болды. Енді қара, бұрын мына шетелден әкелген препараттармен жұмыс. Соны айтсаңыз. Бұрын сонда шетелден алып келіп, осы шетелдің компаниялары немесе осы жұмыс жасайтын. Солармен жұмыс істейтін. Ал енді қазіргі жағдайда енді қараңыз. Біз көп шетелдің компаниялары рынктан кетіп жатыр. Өйткені олардың мына әкеп сатып жатыр. Сіздермен бәсекеге сай болмай отыр ма? Бәсекеге сай болмай жатқан себебі олар қымбат сатады біріншіден. Жолы бар, басқасы бар. Енді қымбат. Өзі былай ғой, рынокқа шығу үшін 3 мәселе керек қой. Бірінші, качествосы дұрыс болу керек, сапасы. Екінші, бағасы қолжетімді болу керек. Үшінші, вовремя доставка. Осы үшеуі. Сіздер осы жерде тұрсыздар ғой. Міне қараңыз. Сол сөзім жерде. Егер бірдеңе болып анау-мынау болатын болса, бізге бірден звонить етеді, айтады. Мына жерің мынандай. Сондықтан біздің олардан айырмашылығымыз, олар жалпы мынау нені мұнайды ыдырататын штамына анаяқтан бөліп алады. Біз именно абдан қараңыз. Ана жақтан келген штам біз жақта денсаулығы қалай болады? Көңіл күйі қалай болады? Енді былайша айтқанда, онша приспособление біздікіне қарағанда ондай. Біздікі аборигенный ғой. Аборигенный, сол жергілікті жер. Біздің ұтатынымыз сол жерде. Көрдіңіз бе? Мінекей. Сөйтеміз да қазір осы кімдер Нұршаттар біліп жүр ғой, кейінгі кезде бізге өте көп заказдар келіп жатыр. Сіздер полиға шығасыздар ма? Жоқ, неғылады шығасыздар? Бұл кісілер өндірісте ғой, Жоқ, ана жақта кім жұмыс жасайды дегенім ғой. Технология жергілікті қазақтың сіздердің компаниялар бар, соны жұмысты тазалайтын, солар сіздер тек қана өздеріңіз емес, сіздер еще қазақтың нелеріне жергілікті компаниялар жұмыс беріп жатсыздар ғой, Олар подряд алып жатыр, Оның бәрі дұрыс қой, бірақ біз шығарып береміз де біздің технологический процессіміз бар ғой. Қалай беру керек, қалай обработка жасау керек. Бірақ бірінші барған жерге бірінші біреу бізден
сатып алса, бұрын біздің препарат пайдаланбаған адамдар біз адамымызды жібереміз. Ол барып технологический процесін бәрін көрсетеді, қалай жасайды. Ал олар үйреніп алғаннан кейін бізден препарат сатып алады да, алып кетіп өздері жасайды. То есть экологиялық тұрғыдан қарағанда, енді қорытындыласақ, экологиялық сұраққа қарағанда, мұнайдың қалдығын тазалауға қарағанда, сіздердің өндіріс, сіздердің лабораториялар әлемдік компаниялармен тең тұрсыздар ғой? Әрине, әлемдік деңгейде. әлем деген не? Әлем деген Германия келіп жатыр, әлем деген орыстардың келіп жатыр. Сіздерге келіп жатыр? Мына компаниялар тазалау. Жоқ, енді қараңыз, елімізде, солармен қатар келе жатырмыз. Амангелді Құрбанов, сіздер қазір еліміздегі нарықты былайша айтқанда өсіп жатсыздар, иә? Ал кеңейіп жатыр. Иә, кеңейіп жатсыздар. Ал әлемде сіздерден сұраныс бар ма? Жоқ, әлемде пока біз Сіз шыққан жоқсыздар ма әлі? Мысалы, ауыл шаруашылығынан Өзбекстанға. Жоқ, мынадан пока жоқ. Енді арабтар бізден бір-екшелері келіп кетті, арабтар. Иә. Солар енді біз көрейік сіздердікін алып деп алып кетті. Оны көрейік. Басталып жатыр, иә? Басталып жатыр. Бәрекелді. Бір өзіміздікін қарқы болайық бірінші. Негізі мұнайдың жерді ластауы былай қарағанда бір өзінің деңгейіне қарағанда ең көп зиян келтіретін дүниелердің бірі ғой, иә? Енді өзіңіз ойлаңыз, енді мынаның бары қап-қара әбден ненің барлығы анау қара лай не жатады, батпақ не. Көлдер жатады ғой, көлшіктер жатады ғой, көлшіктер. Сонда мына көлшіктерді сіздер осымен тазалап береміз. Пах. Бәрекелді. Ол жай сөз емес, кәдімгі іс. Иә. Соның бәрін шығарып жатқан осы қыздар. Бәрекелді. Бұл сіздердің мекеменің экологияға қосып жатқан үлесі. Үлкен үлес. Рахмет. Істеріңізге береке берсін. Амангелді Құрбанұлы. Біз енді қайда келдік? Бұл жерде не өндіріп жатсыздар? Енді технологический процесс деген бар. Енді мысалы штаммыны бөліп алдық. Мысалы жаңа нефтіні. Иә. Нефтіні тазалау үшін бір штаммылар болады. Табиғаттан таптыңыздар. Оны әбден зерттедік. Иә. Лабораторияда көзіміз жетті, оның активіне адырататынына, жақсы жұмыс істейді. Керек тапсырманы орындайтынына. Иә. Сонан кейін барамызда енді бізге спрос болады. Көп үлкен масштабта шығарып, оны ары қарай рынокқа кетуіміз керек. Рынокқа кететін мынау штамм дегеніміз нәбір пародасын таптыңыз, сол пароданы енді көбейту керек. Ел сұрайды ғой. Оны көбейту керек. Мұны көбейтетін реактор дейді мұны. Мынау кәдімгі бұл двойной назначение. Кәдімгі военныйда ма? Мынау бактериологическое оружие шығаруға болады. И мирный неге кету. Иә. Бірақ енді бактериологическое оружие. Ондай мақсат жоқ қой. Бізде Қазақстанда жоқ қой. Иә. Бізде ол жоқ. Иә. А бірақ реактор дейді бұны. Соларға так же. Реактор двойной назначение. Вот это американские автоматические. Мына американский, мына 100 литрлік, 200 литрлік, 100 литрлік, 50 литрлік мына. Заявка қанша болады? Аздау берсе, аздау неміз бар. Ал үлкендеу десе 200, 300 бар, 600 бар бізде мына жақта қазір. Өндіріске байланысты, сұранысына байланысты. Мына өшірге келгенде более подробно мына тұрғы мына инженерлер технологический процессмен жүргізеді. Міне, ол компьютермен объясните. Компьютермен барлығын. Это американский автоматический реактор, называется ферментер. Значит, задаешь все программы, в смысле все, что он должен выполнить, согласно технологическому процессу. Загружаем его, задаем, и он автоматически все это. Все нужные процессы, температура, все автоматически. То есть вы вот этого нужную вам бактерии подсаживаете? Посадили на питательную среду, Да. задали, мы отработали. Он создает для нее благоприятную среду? Да. Мы все задали, всю благоприятную. Вот, растворенный кислород, давление поддавливать, чтобы это. Да. И так далее. Там еще много этих параметров. Создаете среду и размножаете. Да, и они растут там. Как только выросли, мы сливаем, центрифугируем или в жидком виде что-то отдаем. Или она высушивание была. Или вот зайдем в следующий. Ляпельный сушка бар. Біз қазір соған барамыз. Егер высушить етсең жаңағы кептірсең, ол 1 жылға дейін сақталады. Оны ұйықтату амалы ғой, сақтау. Ұйықтатып қойсаң 1 жылға. Ал енді мына жақын жерге
бір 10-15 күнге бір ай ғана алатын болса, жет киім береміз. Кейбіреуін пастабразный қылып береміз, білдіңіз ба? В зависимости кез келген консистенцияда. иә, сондай береміз. 3 түрлі. Сұйық, мына пастабразный и значит Бізде енді қазақ болғаннан кейін мақтанғанды жақсы көремін. Мен мақтанғандай болайын, иә. Бізде Орта Азия елдерінде басқа жерде бар ма? Басқа елдерде? Өзбекстанда шығып жатқан ештеңе жоқ. Рас. Аналогично, иә? Жоқ. Ал енді не? Қырғызстанда? Қырғызстанда осы микробиология деген не жоқ. Ал енді тәжігін мен түркменді қоя ғой, олар вообще аспанда. Азияда, Орта Азияда сіздерде, иә? Производство. Кеше мен сізге айтайын, мына қыз барып келді. Мен Белоруссияға барып келді. Крупный микробиологический институт со своим заводом. Оказывается, мы не уступаем. Біз олардан кем емес. Наоборот, көп жағдайда бізге жоғары тұр екенбіз. А будущем мына комплексің бәрі бітсе үлкен. А біз даже мынау бывший СНГ-ның ішінде алғашқы бұйыртсын. Орыстарды қайдам не істеп жатқанда? Олар да бірдеңе істеп жатыр. Орыстардан аспағанмен, әйтеуір соларға жете қабат біраз жұмыс жасап. Әлемдік деңгейде боламыз дейсіз ғой. Қарайып тұрыңыз. Жаңағы айтқаным ғой, міне 3 түрлі сұйық, пастабразный міне. Сондықтан мынау кәдімгі ұйықтататын в виде порошок. Бактерияларды, иә? Иә, бактерияларды. Көре аламыз ба? Можем что-то посмотреть? Можно показать вам. Давайте. Правда. Вот высоченная жидкость получили здесь. Если... Вытаскивай. Можно вытащить или нельзя? Можно только руками. Все, хорошо. Ага. Это все бактерии. Да, если их в воду там или в этот раствор, они оживут. Это как проснуться. Да, это как у космонавтов питания. Принцип один и тот же. Борщ там высушили или картошку. Воду добавили. Воду добавили, те же космонавттар сөйтеді ғой. Тамақ мынандайды алады да, салып жібереді да, қайтадан жей береді. Дәл сол сияқты, анау микробтар оянып кетеді да. Вино можно высушить. То есть после ферментера, ферментер, да, тот? Да. После этого реактора. Реактор мы концентрируем, правда, чтобы не 100 литров было, 8 литров. Да. Сушим, здесь концентрируем очень много микробов. Вот эти все шкафы, это вот. Бәрекелді. Все, она замораживается до минус 60. Это при минусовой температуре, да, он? Сначала замораживается, они как бы уснут, микробы. Потом ставится датчик, и он автоматически, все автоматически перейдет. Сначала заморозит, потом потихонечку тает, вакуумный насос сюда. Влагу вытягивает. Замерзает, влага здесь замерзает, а бактерии здесь остаются. Ну, тірі бәрі. Тек ұйықтават. Общий такой. Да, они спят. Они спят, они как мамонты. Спят. Замерзли. Да, замерзли. Все, понятно. А потом, значит, когда надо кому-то, они растворяют воду. На производстве концентрацию, оно много. Все технологические. Значит, это бентамак, да? Да. Это бентамак и это. Құрметті көрермендер, сіздер біздің бентамак өнімін білесіздер. Жаңағы малды бордақылауға арналған, ол дегеніміз бентамак. Енді өзіңіз айтып жіберіңіз. Жоқ, енді бентамак өзіңіз білесіз ғой, мал азықтарына ары қарай. Енді бұл тек бентамак, полилактовид болсын, нефті бақойл болсын, барлығында принцип одинаковый. Бірдей. Айтып тұрмын ғой. Ұйықтатамыз. Керек кезінде сақтап тұрамыз, 1 жылға дейін, 1 жарым жылға дейін. Керек кезінде біз жіберіп отырамыз. Бізде өзіңізде есіңізде ма жаңағы Шымкентте сұрап ғой, бізге заводты көрсетіңіздерші деп. Міне заводты сіздерге көрсетіп жатырмыз. Соның бір бөлігі.